кішкентай қара түс менің жуынатын бөлмеме келетін сияқты. Пластик емес, бір шыны ыдыс сияқты көрінеді негізі. Осындай 4 дозатор бар, және де наклейкалары. Қазір наклейкаларымен істеп көрейін. Мында гель для душа дейді, шампунь, жидкое мыло, средство для посуды, және де бальзам. Барлығын қолдану енді мүмкін емес бұл наклейкаларды. Мұнда бізде 4 пластикалық дозатор. Соның екеуіне ғана мен клейлейтін боламын. Менің ойымша шампунь мен бальзамды ғана клейлеп тастайын. Ал жидкое мыло немесе средство для посуды, ол былай да білетін сияқты ғой. Клейлеп көреміз енді. Өзімді клейлеп тастамасам болды. Так, мына жерге былай ақырындап шампунь дейді. Міне осылай. Екінші бальзам, средство для посуды дегенді мен біреуін осылай ас бөлмесіне қойып қоямын, бірақ клейлеймін ба жоқ па әлі білмей тұрғаным. Бальзамды клейлеп тастайын енді. Менің микрофоным кішкене алыста болып тұрғасын ыңғайсыз болып тұр да маған көрсетіп. Және де микрофонға так, мына жерде бір келкі болу үшін не істейміз бүйтіп. Жабысып жатыр бүкіл жерге. Бальзам. Қатты былай. Шампунь және бальзам. Содан соң мына екеуі. Біреуін мен сабынға қоямын, және де біреуімен средство для посуды дейді ғой. Соған осындай заттар. Кейін мен осы бейнебаянның соңына жаңағы жуынатын бөлмеге қойған кездегі жерін қосатын боламын. Және де соңғы келген